Сәлем достар, бүгін өте тәмді болып шығатын панкейки жасайтын боламыз. Арнама тіркеліп және лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Кішкене араластырып, жұмыртқамыздың үстіне қантымызды 2-ге бөле отырып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Шымшым тұзымызды саламыз. Енді ванилинімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Сұйық майымызды құйып аламыз. Сүтімізді құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Ұнымызға қосқышымызды араластырып, 3 бөлікке бөліп, массамызға сала отырып араластырамыз. Дайын болды. Табамызға май құймай-ақ, қызып тұрған құрғақ табамызға панкейкімізді шамалап құйып, видеодағыдай етіп пісіріп аламыз. Мінекей түйіршіктер шықты. Түйіршіктер шыққан кезде арқа жағына аударып аламыз. Панкейкеміз дайын болды. Енді табамыздан аламыз. Панкейкелерімізді дәл солай етіп пісіріп аламыз. Тура солай етіп барлық панкейкелерімізді пісіріп аламыз. Мінекей барлық панкейкелеріміз дайын болды. Видео ұнаса, лайк басып, тіркеле кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.